Ассалаумағалейкум, құрметті миллионер, қалдарыңыз қалай? Осы 2025 жылы бізде альт сезон негізінде күтілуде, 100% айтпай ақ қояйын болады деп, бірақ осы жылы бізде күтілуде, жеке өзімде мен күтіп отырмын. И соған байланысты крипто портфелін жинаған себептерім бірде сол. То есть осы уақытқа дейін мен біраз уақыт бойы крипто портфель жинадым, 2023-те жинадым, 24-те жинадым. И қазірде негізінде алудамын, себебі қазірдің өзінде бағалар өте тиімді, былай айтқанда тәп-тәпті бағалар болып тұр. Сол себепті қазірдің өзінде негізінде алуға кеш емес. Және де ең басты адамдардың көкейінде тұратын сұрақтар, нақты альт сезон қай уақытта болады, қай айларда, қай күні, және қашан сату керекпіз деген сияқты сұрақтар қояды. Негізінде достар, бұны әрине ешкім білмейді. Нақты осындай күні болады, осындай күні сатыңдар деп ешкім айта алмайды. Мен себебі көптеген эксперттердің ойларын тыңдап, былай қарап, жан-жақтан зерттеген кезде ешкім дөт басып нақты айта алмады. Себебі бұл енді нереально достар, как бұл андай сияқты болады да, болашақта білгенде боласыз, что болашақта міне осылай сатасың, осылай аласың, типа осы дно, осы пик деген сияқты да. И сол себепті бұл жақтандай сіздерді бастарыңызды қатты ауыртпай қойыңыздар, чтобы мысалы қазір прямо днодан сатып аламын и бағалар өскен кезде сразу пиктен сатамын деген сияқты ой болмасын. Сол себепті бұл жақта мен сіздерге қазір беретін инструмент өте қарапайым, түсінікті, және сол инструментке қарап сіздер уже өздеріңіздің осы альт сезонға дайындап қойған крипто портфельдеріңізді қай бағамен сату керектігіне ориентир алатын боласыздар. То есть менің мақсатым, сіздер бір криптовалютаны сатып алдыңыздар и соны хотя бы ориентир осындай уақытта сатамын деген сіздерде ой болатындай осы видеоны түсіріп жатырмын. Бұл как пошаговый видео инструкция, қатты қиын емес, даже кейбіреулеріңіз бұны білесіздер, кейбіреулеріңіз білмейсіздер. Енді білсеңіздер де білмесеңіздер де от души осы видеоға лайк, подписка, колокольчиктеріңізді басып отырыңыздар. Ал біз видеомызды бастаймыз. Ал енді достар, сіздердің көкейлеріңізде тұрған сұрақтарға жауап берейін. Негізінде барлық адам, және де бүкіл эксперттер болсын, бүкіл аналитиктер болсын, осы 2025 жылға альт сезон болады деп жоспарланып жатыр. И жеке өзімде осы 2025-ке мен ориентир алып жатырмын. И қалай негізінде болмақ осының барлығы? Пример ретінде болатын айы мен ойымша көктем и күз, и күзден қысқа өткен уақыттарда болуы мүмкін. И логикасы қандай? Өте қарапайым логика. Мысалы көктем айларында крипто осы монеталар қатты өсім береді. Өсім берген кезде әрине біз мысалы өзіміз енді крипто нарықта бұрыннан болғандықтан бізге бұл как будто былай не болуы мүмкін. Бүкіл әлем біледі деген сияқты ше. Бірақ на самом деле олай емес достар. Даже сіздер қарапайым көшеге шықсаңыздар, даже көптеген адамдар там 90% типа криптовалютаны даже алу білмейді. Биткоин естіген шығар, биткоин естідім жаңалықтан тағы басқа. Бірақ егер сұрастырып көрсеңіздер, даже қарапайым криптовалютаны қалай сату алу керектігін білмейді. И осы моментте мысалы қаншама әлем бойынша криптовалютаны білмейтін адамдар көп. Енді біз білгесін, біз отырғасын, бізге как будто барлығы білгендей көрінеді. Енді бұл бүкіл өз адамның психологиясы сондай ғой, былай айтқанда. И көктемде бұл өскен кезде бізге бұл нормальный ситуация, біз бұны күткенбіз, біз бұған таң қалмаймыз мысалы. И новый адамдар, который барлығы өсіп жатыр, анау өсіп жатыр, мынау өсіп жатыр. И енді ақымақ адамдар болады, машинасын сатып, там квартирасын сатып, бағаларын ең қымбат кезінде алады да. Енді олар мысалы осы цикличность деген нәрсені білмей тағы басқа деген сияқты, енді білімдері болмағасын осылай іс-қимыл жасайды. И сөйтіп машинасын сатып, квартирасын сатып, криптовалютаны қымбат бағамен алады. Көктемде барлығы өседі, қымбат бағамен алады. И потом осындай бір схема жасайтын секілді мен ойымша жаз айында құлайды. Криптовалютаның барлығы жаз айында құлайды. Анау квартира сатқан, машина сатқан ақымақ адамдар былай айтқанда уайымдап тағы басқа болып, хотя бы нөлмен қалмасам да, хотя бы какой-то бір процентін шығарып алайын деп сатып бастайды. То есть қымбат қалады да, арзанға сатады. И сөйтіп бағалар жаз бойы құлайды, и көктемде, то есть көктемде күзде қайтадан өсіп бастап, уже күз, қыста былай айтқанда артық пассажирсіз уже кәдімгідей өте жақсы өсім береді. Негізінде мен осы схемаға, осы жоспарға, осы ойға мен қазір уақытта сеніп отырмын. Бұл жеке өзімнің ойым, бұған сіздер сеніңіздер, мен айта алмаймын. Бірақ жеке өзімнің ойлау логиканы сіздерге түсіндіруге тырыстым. Сол себепті мен жеке өзім осы көктемде егер өсетін болса, монеталардың жартысын сатамын и жартысын осы күзге, қыс айына қалдырып қоямын. Сол кезде қалған жартысын сату жоспарда бар. И осы схема арқылы жеке өзім, как минимум 1000% көргім келіп отыр. Енді там 1000-2000% болса еще супер болады енді негізінде.
и негізі мүмкін болуы да мүмкін, кім біледі, мүмкін болып қалар деген сияқты. Сол себепті мен осы неге ориентир алып жатырмын. Сол себепті мен осы уақытқа дейін крипто портфель сіздерге де жинаңыздар деп айтқан себептерім бірде сол. Өзім де жинап жатырмын, и сіздерге де жинаңыз деп айтып жатырмын. Ал енді достар, қазір практикаға көшейік, и как будто мен сіздердің қатарларыңызда болғандай отырайын. Мысалы, мен қазір Binance, Bybit барлықтарыңызда бар шығар, егер болмаса мен төменде сілтемесін қалдырамын, сол уақытта максималды бонус скидка аласыздар. В общем, Binance-ға кіреміз. Как раз сіздердің алдарыңызда мен осы P2P арқылы $74 толтырып қойған болатынмын. Бұны мен қазір спотқа ауыстырайын. Бұны біз қазір монета сатып алуға қолданатын боламыз. Так, переводты басамыз. Мына жақтан біз спот, так, пополнение спот, я так USDT максимально басайын, $74 спотқа ауыстырып алайық. Так, міне ауыстырып алдық. Енді бізде қазір $74 спотта жатыр. Мына жақтан біз спот дегенге кіреміз. Міне спот дегенге кірдік. Енді қараңыздар, сіздер мысал ретінде бір монета аласыздар. Маңызды емес, давайте біз Starknet-ті алайық. Мына жақтан біз қазір торговляға кіреміз. И сол жақ жоғарыда ананың үстінен басамыз да. Мысал ретінде STRK жазамыз. Так, STRK Starknet. Міне Starknet USDT шықты. Как раз бағалар құлап жатыр. Өте тиімді бағалар қазіргі уақытта аламын десеңіздер. Міне Starknet USDT-ға басамыз. И қазіргі уақытта мысалы біз аламыз деп шешейік. Пример ретінде мен давайте мынаяқтан сразу. И қазір мен сіздердің алдарыңызда Starknet аламын. Мынаяқтан біз давайте лимитканы басып рыночныйға ауыстыра салайын сразу. И мынаяқтан пример ретінде давайте $20 жасайын. $20 аламын Starknet. Потом көпейтті басам. Так, бізде алынды, біз қазір обратно спотқа барған обновить ете салайын. Міне бізде Starknet алынды, мысалы қанша бізде 46 Starknet алынды $20-ға. Енді қараңыздар, не істейміз? Біз сатып алғаннан кейін барып, одан кейінгі келесі қадам біз өзіміздің сатып алған монетамызды арнайы портфолиоға жазу керекпіз. Мына жақтан бізде портфолио қолдайтын CoinMarketCap қолдайды, CoinGecko қолдайды, тағы да басқа приложениялар бар. Мен жеке өзім портфолиомда дропстапқа жазам, тоже жүктеп алсаңыздар болады, тоже қарапайым дропстап кіресіздер. В общем, портфолионың бүкіл барлығының логикасы бірдей. Маңызды емес, сіздер Coin'ға жазсаңыздар болады, CoinGecko жазсаңыздар болады, немесе дропстап деген сияқты. Давайте пример ретінде мен сіздерге CoinMarketCap'қа көрсетейін. Егер сіздерде приложениясы болмаса жүктеп аласыздар и регистрация жасап ішіне кіресіздер. Так, үстінен басамыз. Мына жақта менде әрине регистрация барлығы жасалған. Төменгі жақта бізде портфолио деген бар, соны үстінен басамыз. И жоғары жақта бізде плюсик деген бар. Осы плюсик дегенде басамыз. И мына жақтан біз бағаны сатып алған монетамызды жазамыз. Мына жақтан біз STRK. Міне үстінен бір рет басам. Себебі бағана Starknet сатып алдық. И мына жақтан біз қанша Starknet сатып алдық. Мысалы 46 деп жазамын. 46 Starknet мен сатып алдым. И так, төменгі жақтан бізде так сегодня сатып алдым. Так, цена за монету үстінен басамын да. Мына жақтан давайте 43 тұра берсін. Сіздер өзгертсеңіздер болады. Мысалы, нақты қанша суммамен алдыңыздар монетаңызды. Егер дәл қазір алып, дәл қазір жазсаңыздар, мына жақтың негізінде рыночный бағамен тұрады көрсетіліп. Енді сіздер бұны нақты білгіңіз келсе, просто обратно Binance-ға кіресіздер де. Мына жақта бізде Starknet-ін үстінен басамыз. Мына жақтан біз қазір параға кіреміз. Міне USDT Starknet парасына кіреміз де. Үстінен басып. И төмен жақта бізде история бар. Мына историяға басамыз бұрышқа. И мына жақтан біз міне историяны қараймыз. История торговли. Міне Starknet. Үстінен бір рет басамыз. Міне қарасаңыздар, біз рыночный бағамен 0.43-38 бағамен алған екенбіз. 0.43-38. Бұны біз мына жаққа апарып жазамыз. Міне мына жақтан біз 0.43.38. Почти сол екен, сол баға. 38-39 разница жоқ, копейка. 38 жазасайық мысалы. 38. Басылып кетті, мына жақтан біз 46-ға өзгертіп сайын. 46 Starknet 0.38 мен алдық. Енді біз бұны міне жаздық болдық. 46 Starknet-ті алдық. Монетасының несін бағасын жаздық. Енді біз мына жақтан добавить транзакцияны басамыз. Міне біз өзіміз монетамызды портфолиоға қостық. Мына жақтан біз Starknet деген шығып тұр, үстінен бір рет басамын. И мына жақтан бізде толық информация бар. Средняя цена, себебі сіздер арзан қаласыздар, қымбат қаласыздар, орташа бағасы шығады. Одан кейін барып мына жақтан бізде сол жақта қанша пайызға бізде өсті. Міне сіздер
альт сезон кезінде осыған ориентир аласыздар. Қанша пайызға өсті? Қазір уақытта мен қазір қарап отырмын, 0.08 пайызға өскен. То есть бұл табыспен $0.015. Енді қараңыздар, альт сезон кезінде осы процентке мән бересіздер. Егер мен жеке өзім қалай кем дегенде 500,000% өсетін болса, сатуға болады. Егер сіздердің осы сатып алған монеталарыңыз осы қазіргі бағадан 500% немесе 1000% өскен болса, оны сіздер осы жақтан көресіздер, міне 500% жазылып тұрады мына жақта сіздерде. Онда сіздер смело шетінен жаймен сата берсеңіздер болады. Сіздер үшін бұл альт сезон басталды деген сөз. Егер сіздің сатып алған бағадан осы монета 500%, 1000%-ға өссе, бұл 5x, 10x кем дегенде. Болашақта мүмкін де 15x болуы мүмкін, бірақ енді соншалықты біз тоже рискать етпейміз, чтобы прямо там 20x-ке барған сатам деген сияқты. Хотя бы 5x пен 10x пен жаймен сатсаңыздар болады. Сол сөйтіп біз осыған ориентир аламыз. Енді қазір сізге тағы бір пример көрсете салайын. Мынаяқтан бізде тоже жанында басқа монеталар бар екен. Бұл негізі менің монеталарым емес, бұл менің портфелем емес, мүлдем. Просто эксперимент жүзінде мен жасаған болатынмын. Давайте мынаяқтан мен қазір любой біреуіне кіре салайын. Давайте мынаяқтан мен BNB-ге кіре салайын. Мысалы BNB-ге басамын. И мынаяқтан көріп отырсаңыздар, бізде средняя цена жазылып тұр. BNB алынған баға 358 бен алынған. И біздің алған бағадан бағасы қанша пайызға өскен? 94%-ға өскен. То есть бұл 94% болып тұр. Сіздер осы пайызға қарайсыздар, и осы пайыз сізде 500-1000% болу керек. Соған байланысты сіздер сатып бастайсыздар. Былай айтқанда сіздер үшін альт сезон осы метрика болмақ. Сіздер сатып алдыңыздар Binance-тан, Bybit-тен, маңызды емес любой биржадан сатып алдыңыздар да, осылай CoinMarketCap, CoinGecko, DropStopқа кіресіздер де, осылай портфолио қосасыздар. Сөйтіп сіздер бақылап отырасыздар. Қанша пайызға өсті, уже сіздер үшін бұл альт сезон болады. То есть басқа біреуге қарап отырып мүлдем керек емес. То есть сіздер жеке өздеріңіздің сатып алған бағаға қарайсыздар да, и 500%, 1000%-ға өссе болды. Бұл сіздер үшін нақты альт сезон болады. Сол кезде сіздер сатып бастайсыздар. Міне сіздерге осындай құпия бір, құпия ма бұл, енді біреулер біледі, біреулер білмейді. Және біреулер бұған как-то неправильно былай қабылдайды. Бұл тоже негізінде керемет қарапайым инструмент. Негізінде мен жеке өзім любой инструментті қатты бір қиындатқым келмейді, там метрика қолданып, мынандай метрика деген сияқты. Просто қарапайым сатып алдыңыздар, өзіңіздің портфеліңізге кіріп қарайсыздар, 500%, 1000% берді ма, болды. Енді видеоның аяғында мен өзімнің жабық клубым туралы айтып өтейін. Егер сіздер менің жабық клубым бар екенін білмесеңіздер, мен төменде сілтемесінің барлығын қалдырып өтемін. Бізде қазір уақытта жабық закрытый канал жұмыс жасап тұр, и сол каналдың ішінде бізде жабық академия бар, жабық чат бар, мемкоин сигналы, фьючерсный сигналы, спотовый сигналы, үшін барлығы біздің осы жабық клубтың ішінде қазір уақытта бар. Алғашқы төлем бізде қазір уақытта $50, ал ары қарай созам десеңіздер уже $15. Қысқаша достар, осылай сіздер бізбен бірге дамып, біз мықты осы орта құрудамыз, и былай айтқанда бірге болашақта дамимыз деген ойдамын. Нарықтағы ең тиімді баға тек қана біздің клубта ғана достар. Сіздермен болған мен Зеуқымет, барлығымызға политика.